Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін еңбек демалысын пайдаланып, өзім туған жеріме, Арыс қаласына келдім. Мен өскен жерім, туған жерім, әке-шешем үйіне келіп отырмын. Уақытымды тиімді пайдаланып, сіздермен бөліскелі отырған бір керемет кітап туралы айтқым келеді. Зейнеп Ахметова апамыздың «Күре тамыр» деген кітабын бастадым. Өте жақсы, керемет кітап. Зейнеп Ахметова апамызды білесіздер. Біздің Бауыржан Момышұлы атамыздың халық қаһарманы, Бауыржан Момышұлы атамыздың келіні, өте мықты салт дәстүрден үлкен көптеген хабары бар қоғам қайраткері. Күре тамыр деген білесіздер, ол біздің медициналық тұрғыда айтқанда аорта арқылы бүкіл дене мүшелерімізге қан барады. Бұл жердегі айтайын деп отқан Зейнеп апамыздың негізгі кітаптың түп мағынасы біздің аортамыз, яғни аортадан шыққан бүкіл қан бүкіл организмге тарап, яғни қоректендіретін негізгі аорта ол күре тамырымыз. Осы күре тамырымыз ол тек қана дене мүше ғана емес, қазақилықты, салт дәстүрді дәріптейтін кітап екен. Соны оқып жатырмын. Өте мағыналы, әрбір қазақпын деп жүрегі соққан қазақ оқу керек кітап деп ойлаймын. Өзім де қызыға оқып отырмын мұны. Алдағы уақытта егер ішінде ұнап жатқан инсайттар болып жатса, сіздерге айтатын боламын. YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Кардиология бойынша, жүрек бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза беріңіздер. Онлайн консультация керек болса, консультацияға жазыла беріңіздер. Ал мен демалысымды ары қарай жалғастырамын пайдалы кітаптар оқумен. Келесі көріскенше аман болыңыздар.